Қымбатты достар, қош келдіңіздер. Бүгін біз 23 тамыздың жұлдыз жорамалын бірге талқылаймыз. Бұл күн әрқайсымыз үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын ерекше сәт. Әлемнің энергиясы өзгеріп, бізге жаңа бағыттар, шабыт пен күш сыйлайды. Жұлдыздар бізге тек болашағымызды айтып қана қоймайды, сонымен бірге дұрыс шешім қабылдауға, өмірдің маңызды тұстарын көруге көмектеседі. Бүгінгі күні әрбір жұлдыз белгісі үшін өзіне тән кеңес пен мүмкіндік бар. Тоқты. Бұл кезеңде тоқтылардың бойында ерекше серпін оянып, бұрын қол жеткізе алмай жүрген істеріне батыл қадам басуға мүмкіндік туады. Сіз үшін бастысы өз эмоцияңызды дұрыс бағыттап, ашуланшақтыққа берілмей, шыдамды болу. Жаңа бастамалар, жұмысқа байланысты жобалар немесе жеке өмірдегі шешімдер ойдағыдай жүзеге асады. Айналаңыздағы адамдар сіздің энергияңызды сезіп, сізден қолдау іздеуі мүмкін. Сіздің сөздеріңізде, іс-әрекеттеріңізде басқаларға әсер ететінін ұмытпаңыз. Сондықтан тек алға жетелейтін ой-пікір білдіруге тырысыңыз. Қаржы жағы бір қалыпты, бірақ қажетсіз шығындардан аулақ болыңыз. Инвестиция немесе үлкен сатып алуларды асығыс шешіммен жасамаған дұрыс. Жоспар құрып, әрбір қадамыңызды есептегеніңіз жөн. Сүйіспеншілікпен қарым-қатынаста тоқтыларға романтикалық сәттер күтіп тұр. Жақын адамыңызбен арадағы байланыс нығаяды, түсіністік артады. Ал егер жалғыз болсаңыз, дәл осы кезеңде жүрегіңізді елжірететін бір жанды жолықтыруыңыз әбден мүмкін. Денсаулық тұрғысынан энергияңыз мол, бірақ асығыс әрекеттен жарақат алу қаупі бар. Сондықтан спортпен айналысқанда немесе белсенді істерге кіріскенде абай болыңыз. Бұл уақыт сіз үшін шынайы мүмкіндіктер кезеңі. Батыл қадам жасасаңыз, өміріңізде жаңа белестер ашылады. Торпақ. Бұл кезең торпақтар үшін ішкі тұрақтылық пен сенімділікті талап етеді. Сіз әдетте сабырлы, салмақты болып жүресіз, ал осы уақыт сіздің табандылығыңызды нақты сынайтын шақ болмақ. Қиындықтардан қорықпаңыз, себебі олар сізді жаңа деңгейге шығарады. Жұмыс пен кәсіби салада сізге жауапты істер жүктелуі мүмкін. Алдымен бәрі тым ауыр болып көрінгенімен, сіздің шыдамдылығыңыздың арқасында нәтижесі көп күттірмей-ақ қуантады. Қаржы жағынан жаңа табыс көзі пайда болуы ықтимал, әсіресе қосымша іспен айналыссаңыз, жақсы жетістікке қол жеткізесіз. Отбасы мен жақын адамдарға көп көңіл бөлу қажет. Соңғы кезде кейбір торпақтар айналасындағыларға жеткілікті уақыт бөлмей жүрген болуы мүмкін. Бұл кезеңде туған туыс, дос-жаранмен арадағы байланыс жылынып, өзара қолдау артады. Сезім саласында жүрекке жайлы өзгерістер күтіледі. Жұбыңыз болса, бірге жаңа жоспар құрып, қарым-қатынасты нығайта түсесіз. Ал жалғыз жүрген торпақтар үшін жүрек қақпасын қағатын жанды жолықтыру ықтималдығы жоғары. Денсаулық тұрғысынан өз режиміңізді сақтау маңызды. Көп шаршамауға, дұрыс тамақтануға және ұйқыға мән беріңіз. Бұл сіздің күш-қуатыңызды арттырып, кез келген істі жеңіл атқаруға көмектеседі. Бұл апта сізге сенімді қадам басуды үйретеді. Сіз сабырмен жүріп, үлкен жетістікке жетесіз. Егіздер. Бұл кезең егіздер үшін ерекше қарқынды өтеді. Сіз әдетте жан-жақты әр нәрсеге қызығушылықпен қарайсыз, ал алдағы күндері бұл қасиетіңіз жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Қолыңызға түскен ақпарат пен идеяларды дұрыс пайдалана білсеңіз, үлкен жетістікке жете аласыз. Жұмыс пен мансапта сіздің ойлау қабілетіңізді, тапқырлығыңызды қажет ететін тапсырмалар беріледі. Бұрыннан жоспарлап жүрген жобаларыңызды іске асыруға тамаша уақыт туады. Қаржы саласында күтпеген пайда болуы мүмкін, алайда ақшаны орынсыз жұмсамаған жөн. Әлеуметтік ортада сізге жаңа таныстықтар қосылады. Бұл таныстардың арасында сіздің болашақтағы серіктесіңіз немесе жақсы досыңыз болуы ықтимал. Айналаңызбен ашық сөйлесіңіз, бірақ құпияларыңызды абайлап бөліскеніңіз дұрыс. Сезім мәселесінде егіздерге толқулар болуы мүмкін. Жұбы бар болса, қарым-қатынасты әр түрлілікпен жандандыру қажет. Ал жалғыз жүргендер үшін жаңа махаббат күтпеген жерден пайда болады. Денсаулыққа келгенде артық жүйке жүктемесінен сақ болыңыз. Ойыңыз көп нәрсеге алаңдаса, шаршағыштық артады.
Сондықтан таза ауада серуендеуді, жеңіл спортпен айналысуды ұмытпаған жөн. Бұл апта егіздер үшін ойыңыздағыны жүзеге асыруға, армандарға жақындай түсуге үлкен мүмкіндік береді. Шаян. Бұл кезең шаяндар үшін жүрек пен жан дүниенің жаңаруы болмақ. Сіз үшін ең маңыздысы ішкі тыныштық пен жақындарыңыздың қолдауы. Алдағы күндері сол қолдауды сезінесіз, тіпті сізді түсінбейтін адамдардың да көзқарасы өзгеруі мүмкін. Жұмыс пен қаржыда сіздің табандылығыңыз ерекше бағаланады. Қиын көрінген істердің өзі қолыңыздан оңай келмек. Әсіресе шығармашылыққа, өнерге, адамдармен қарым-қатынасқа қатысты жобаларда жолыңыз болады. Қаржы жағынан да күтпеген табыс не қосымша табыс көзі ашылуы мүмкін. Бірақ ақшаны отбасыңызға немесе пайдалы дүниеге жұмсаған жөн. Жеке өмірде сезімдеріңізді жасырмай айтуға тырысыңыз. Егер жүрегіңізде біреу бар болса, батыл қадам жасауға қолайлы сәт. Ал отбасылы шаяндар үшін сүйікті жандармен бірге уақыт өткізу қарым-қатынасты нығайтады. Денсаулық тұрғысынан эмоцияға берілмеу маңызды. Кейде ұсақ-түйекке көңіл бөлу сізді тез шаршатады. Медитация, тыныс алу жаттығулары немесе табиғат аясында серуендеу сізді қалпына келтіреді. Бұл аптада сіз үшін басты сабақ өзіңізді бағалау. Өз ойыңыз бен сезіміңізді бірінші орынға қойсаңыз, айналаңыздағы адамдар да сізді көбірек сыйлай бастайды. Арыстан. Бұл апта арыстандар үшін жарқырайтын кезең болмақ. Ішкі энергияңыз аса жоғары, сондықтан сізді қай ортада да байқамай қалмайды. Көптен бері жоспарлаған бастамаларыңызды іске асыруға, өз талантыңызды көрсетуге таптырмас уақыт. Жұмыс пен мансапта жаңа мүмкіндіктер ашылады. Сізге сенім артып, жауапкершілігі мол міндет тапсыруы мүмкін. Бастапқыда бұл сізге ауыр көрінгенімен, шын мәнінде сіздің шыңдалуыңызға себепші болады. Қаржылық тұрғыда да тұрақтылық күтіп тұр, тіпті қосымша табыс табудың жолын ашасыз. Жеке өмірде махаббат пен жылулық басым. Жаңа таныстықтар жүрегіңізді жаулап алуы ықтимал, ал ғашық арыстандар үшін қарым-қатынасты одан әрі нығайтатын кезең келеді. Отбасылы жандар үшін бірлескен саяхат немесе ортақ істер қарым-қатынасты қуаттандырады. Денсаулыққа келсек, энергияңыз мол болғанымен, оны дұрыс бағыттау маңызды. Артық эмоциядан шаршап қалмау үшін спортпен шұғылданыңыз, таза ауада серуендеген пайдалы. Бұл апта сізге өзін-өзі көрсету, сенімді болу, өз орныңызды табу мүмкіндігін сыйлайды. Айналаңыздағы адамдар сіздің батылдығыңызға тәнті болып, қолдау білдіреді. Бикеш. Бұл апта бикештер үшін тәртіпке, жоспарға және ұсақ-түйекке мән беретін кезең болады. Сіз қазір өз өміріңізді қайта реттеп, жаңа бастамаларға жол ашуға дайынсыз. Бәрін нақтылап, әрбір детальды ойластырғаныңыз өзіңізге сенімділік сыйлайды. Жұмыс саласында сіздің еңбегіңіз бен жауапкершілігіңіз бағаланады. Әріптестеріңіз де, басшылықта сізге сенім артып, маңызды жобаларды тапсыруы мүмкін. Жаңа идеяларыңыздың арқасында табысты шешімдер қабылдап, үлкен жетістікке жету ықтимал. Қаржылық жағдайыңызда да алға жылжу бар, әсіресе артық шығынды азайтып, жинақ жасауды қолға алғаныңыз дұрыс. Махаббатта сабырлылық танытқан жөн. Қарым-қатынастағы кішкентай түсініспеушіліктерді уақытында шешсеңіз, олар үлкен дау-жанжалға айналмайды. Жеке өмірінде жалғыз жүрген бикештер үшін күтпеген таныстық маңызды қарым-қатынасқа айналуы мүмкін. Денсаулыққа ерекше көңіл бөліңіз. Ұйқы режимін қалыпқа келтіру, дұрыс тамақтану, серуен мен йога сияқты жеңіл жаттығулар сізді сергітеді. Бұл апта сізге ішкі үйлесім, тәртіп пен тыныштық сыйлайды. Қолға алған жұмыстарыңыз нәтижелі аяқталып, өзіңізге деген сенім арта түседі. Таразы. Бұл апта таразылар үшін тепе-теңдікті сақтап, өмірдің әр саласында үйлесімділік табуға бағытталады. Сіз кейде шешім қабылдауда қиналасыз, бірақ дәл осы күндері жүрегіңіз бен ақылыңыздың үндестігі дұрыс жолды көрсетпек. Жұмыс пен мансапта жаңа мүмкіндіктер туады. Сізге бірлескен жобаларға қатысу немесе жаңа серіктестік орнату ұсынылуы ықтимал. Әріптестеріңізбен татулықта болғаныңыз абзал, себебі кез келген дау сіздің абыройыңызға әсер етуі мүмкін.
Қаржылық тұрғыда ойланбай жасалған шығындардан сақтаныңыз, ал ұзақ мерзімді инвестицияларға көңіл бөлу пайдалы болмақ. Махаббатта сіздің тартымдылығыңыз күшейіп, айналаңыздағы адамдар назар аудара бастайды. Жұпта жүргендер үшін бұл апта сезімді нығайтып, жаңа эмоциялар сыйлайды. Жеке өмірінде жалғыз жүргендер күтпеген жерден ерекше жанды кездіруі ғажап емес. Денсаулықта энергияңызды сақтап қалу үшін спортпен шұғылдану, таза ауада серуендеу маңызды. Психологиялық тұрғыда да өзіңізді қорғап, қажетсіз уайымдардан арылыңыз. Бұл апта таразыларға өзін-өзі дамытуға, тепе-теңдікті сақтауға және жаңа мүмкіндіктерді қабылдауға қолайлы кезең болады. Саршаян. Бұл апта саршаяндар үшін сезімдер мен ішкі түйсікті тыңдау кезеңі болмақ. Сіз көбіне алғырлықпен әрекет етесіз, бірақ дәл осы күндері жүрек түбіндегі ойыңызға сенім арту қажет. Жаңа бастамаларға жол ашылып тұр, тек батылдық танытып күмәнге берілмеңіз. Жұмыста қарқынды өзгерістер болуы мүмкін. Әдетте қиын сәттерді жеңіп шығуға дағдыланған саршаяндар үшін бұл апта жауапкершілік артады. Сізге басшылықтан ерекше тапсырма жүктелуі ықтимал. Жаңа идеяларыңызды ұсынудан қорықпаңыз, себебі олар бағалана. Қаржыда күтпеген табыс немесе сыйақы алу мүмкіндігі бар, алайда үлкен шығындардан сақтаныңыз. Махаббатты құштарлық пен сезім күшейеді. Қарым-қатынаста жүргендер бір-біріне бұрынғыдан да жақын бола түседі. Ал жалғыз саршаяндар күтпеген кездесулер арқылы жүрегін жаулап алатын жанға жолығуы ықтимал. Бұл аптада эмоцияңызға ерік беріңіз, бірақ тым қызғаншақтық танытпағаныңыз жөн. Денсаулықта жүйке жүйесін күту маңызды. Артық ой мен уайымнан арылып, спорт немесе йога сияқты жеңіл жаттығуларға көңіл бөлген дұрыс. Түнгі ұйқыңызды қадағалаңыз, себебі шаршаңқылықтан иммунитет әлсіреуі мүмкін. Бұл апта саршаяндарға ішкі күшін көрсетіп, жаңа белестерге көтерілуге жол ашады. Мерген. Бұл апта мергендер үшін еркіндік пен жаңа мүмкіндіктер кезеңі болмақ. Ішкі рухыңыз көтеріліп, шабыт пен оптимизм артады. Сізді жаңа идеялар, жаңа сапарлар мен жаңа таныстықтар күтіп тұр. Әдеттегі өмір салтынан шығып, өзге бағытта қадам басуға батылдық аласыз. Жұмыс пен мансапта белсенділік пен батыл қадамдар қажет болады. Сізге ұсыныстар түсуі мүмкін немесе бұрыннан ойыңызда жүрген жобаға нақты кірісетін уақыт келеді. Әсіресе шетелмен, оқу біліммен немесе жаңа технологиямен байланысты бастамалар жемісті болмақ. Қаржы жағы бірқалыпты, алайда өзге адамдарға қарыз беруде абай болыңыз. Махаббатта сезімдер күшейіп, романтика артады. Қарым-қатынаста жүрген мергендер сүйіктісімен болашағы жайлы әңгіме қозғауы мүмкін. Ал жалғыз жүргендер үшін бұл апта тағдырлы кездесу кезеңі болуы ықтимал. Жүрегіңізді ашық ұстаңыз, бірақ асығыстық жасамаңыз. Денсаулық жағынан физикалық белсенділікке көңіл бөліңіз. Жаяу серуен, спорт немесе табиғат аясында уақыт өткізу сізге жаңа күш-қуат береді. Артық жұмысбастылықтан сақтаныңыз, әйтпесе тез шаршағыштық пайда болуы мүмкін. Бұл апта мергендерге жаңа қадамдар мен үлкен жоспарларды жүзеге асыруға тамаша мүмкіндік береді. Тәуешкі. Бұл апта тәуешкілер үшін тұрақтылық пен табандылықты талап етеді. Ішкі тәртіп, еңбекқорлық және шыдамдылық сіздің басты артықшылығыңыз болады. Қиын болып көрінген істердің түйіні шешіліп, еңбегіңіздің жемісін көру мүмкіндігі туады. Жұмыс пен мансапта сіздің тәжірибеңіз бен жауапкершілігіңіз бағаланады. Басшылық немесе әріптестер сізге сенім артып, маңызды тапсырмалар беруі мүмкін. Егер көптен бері бастамақшы болып жүрген жобаларыңыз болса, дәл қазір іске кірісудің сәті. Қаржы жағынан үнемшіл болыңыз, артық шығыннан сақтаныңыз. Махаббат саласында сабырлық пен түсіністік қажет болады. Қарым-қатынаста жүргендер үшін аздап пікір қайшылығы туындауы ықтимал, бірақ жылы сөйлесу арқылы бәрін шешуге болады. Жалғыз жүрген тәуешкілер үшін бұл аптада жүрекке жылу сыйлайтын таныстық орын алуы мүмкін. Денсаулыққа келгенде жүйкені тыныштандыруға мән беріңіз. Артық уайымнан сақтаныңыз, күнделікті демалыс пен дұрыс ұйқыға көңіл бөліңіз. Табиғат аясында серуендеу сізге жақсы әсер етеді. Бұл апта сізге шыдамдылық, еңбек және тұрақтылық арқылы үлкен нәтижелерге жету мүмкіндігін береді. Су құйғыш. Бұл апта су құйғыштар үшін жаңа ойлар мен шығармашылыққа толы кезең болғалы тұр.
Сіздің еркін ойыңыз бен ерекше көзқарасыңыз көпшіліктің назарын аударады. Бұрын тоқтап қалған істеріңізді қайта жандандырып, жаңа бастамаларды қолға алуға жақсы мүмкіндік туады. Жұмыс пен мансапта күтпеген ұсыныстар болуы ықтимал. Әсіресе жаңа жобаға қатысу, жаңа серіктестік құру, немесе ұзақ уақыттан бері ойда жүрген идеяны іске асыру сәті туады. Әріптестеріңізбен пікір алмасу сізге қосымша шабыт береді. Қаржы саласында ойланбай жасалған шығыннан абай болыңыз, бірақ дұрыс инвестиция жасауға қолайлы уақыт. Махаббатта су құйғыштар үшін қызықты сәттер күтіледі. Қарым-қатынаста жүргендер арасында еркіндік пен түсіністік басты рөл ойнайды. Кейбір су құйғыштар серігінің көңіл-күйін тереңірек түсініп, қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеруі мүмкін. Ал жалғыз жүргендер күтпеген таныстыққа тап болып, ерекше адаммен жолығуы ықтимал. Денсаулыққа келсек, энергияңыз мол болады. Бірақ артық күш жұмсамауға тырысыңыз. Көбірек су ішіп, денені жеңіл қимылға үйреткен жөн. Психологиялық тұрғыдан да өзіңізді жақсы сезіну үшін шығармашылықпен айналысқан пайдалы. Бұл апта сізге жаңа мүмкіндіктерді ашуға, өзіңізді еркін көрсетуге және жүрек қалауын тыңдауға арналған кезең. Балықтар. Бұл апта балықтар үшін ерекше сезімталдық пен интуициясы күшейетін уақыт болады. Сіздің ішкі даусыңыз дұрыс шешімге жетелейді, сондықтан жүрек қалауыңызды тыңдаудан қорықпаңыз. Армандарыңызға бір қадам жақындайтын мүмкіндіктер пайда болуы ықтимал. Жұмыс пен мансапта балықтар шығармашылық пен төзімділіктің арқасында жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Әсіресе өнер, жазу, музыка, психология немесе рухани салаларда жүргендер үшін жаңа шабыт пайда болады. Кейбір балықтар жаңа табыс көзіне жол ашады. Бірақ асығыс шешім қабылдамаңыз, әр нәрсені ойланып жасаңыз. Қаржы саласында күтпеген пайда немесе кішкентай ғана бақытты жағдайлар орын алуы мүмкін. Біреу көмек көрсетіп, жолыңызды жеңілдетуі ғажап емес. Махаббатта бұл апта өте нәзік әрі романтикалық сәттерге толы. Жұпта жүрген балықтар серігімен бұрынғыдан да жақын болып, бір-біріне жан жылуын сыйлайды. Ал жалғыз жүргендерге жүрегін жаулап алатын ерекше жан жолығуы ықтимал. Бірақ алдамшы уәделерден абай болыңыз, сіздің сенгіш мінезіңізді пайдаланатын адамдар да болуы мүмкін. Денсаулыққа келсек, балықтар өзіне көбірек көңіл бөлуі керек. Ұйқыңызды қалыпқа келтіріп, дұрыс тамақтануға мән берген жөн. Медитация, тыныс алу жаттығулары немесе табиғат аясындағы серуен сізге ерекше күш береді. Бұл апта сіз үшін жүрегіңізді тыңдап, арманға қадам басатын уақыт. Кішкентай қадамдардың өзі үлкен нәтижеге жеткізетінін ұмытпаңыз. Бүгінгі жұлдыз жорамал осымен аяқталды, достар. Егер сізге пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басып, арнамызға жазылып, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыз. Өз пікірлеріңізді комментке қалдырыңыз, қай белгіге жатады екенсіздер, айтылған кеңестер сізге сәйкес келді ме, бөлісіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін үлкен мотивация. Келесі күннің жұлдыз жорамалында қайта кездескенше.